Поэзия. Поэзия менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе неге іздедің? Алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, аландардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сен іздедім жоғалған замандардан. Сен іздедім досымнан қасымнан да, ақша бұлттан іздедім жасымнан да. Сен бе дедім ақ нөсері ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көкжиек пен көкжиек қосылғанда. Махаббаттан іздедім сағыныштан, арманымнан іздедім алып ұшқан, сәттерімнен іздедім жалғызған. Сен іздедім жадырау жабығыстан. Сен іздедім зембірек гүрсілінен, күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен, қуаныштан, түршігу күрсінуден, жүректердің іздедім дүршігінен. Сен іздедім сезімге ушараттан да, минуттерден іздедім сағаттан да. Сен іздедім, іздеймін, тағат бар ма? Сені маған егіз қып жаратқан ба? Амансыз ба? Амангелді Бексұлтан Қанатұлы Мұқағали Мақатаев атындағы нөмір 74 мектеп гимназиясының 6 сынып оқушысымын. Мен жастайымнан Мұқағалидың шығармашылығына қызығып келемін. 9 жасымнан бастап Мұқағалидың өлеңдерін зерттеп, жаттай бастадым. Қазіргі таңда Мұқағалидың 30-нан астам өлең білемін. Менің сізге қоятын бір сұрағым бар. Бала Мұқаш жайлы не білесіз? Енді бала Мұқағалидың өмірі өте қиын болды десек болады. Өйткені оның өмірі соғыс кезіне тап келді, балалық шағы. Тағдырдың ащы дәмін тәтті. Ол кездегі балалардың бәрінің өмірі сондай болды. Сондықтан әрине бала Мұқағалидың өміріне соғыс кезіндегі болып жатқан жағдайлар, әкелерінің соғысқа кетуі, ағаларының соғысқа кетуі оның шығармашылығына қатты әсер етті. Әрине соғыс болғаннан кейін ол жерде бала деп қараған жоқ, балалардың бәріне ересек деп қарады. Сондықтан олар жаңағы қырда масақ теріп, отан соғыста жүрген әкелеріне, ағаларына үлкен көмектерін көрсетті. Мұқағалидың егер өлеңдерін оқыған болсаң, біз соғысты көрген жоқпыз деген бір өлеңі бар ғой, мысалы үшін. Мен соғысты көрген жоқпын, көрмедім деп көрмедім, соғыс ойын ойнайтын балалардың бермегі деп. Одан кейін келеді де Мұқағали айтады: жоқ, жолдас, біз соғысты көргенбіз, ат солдат болмағанмен солдаттардан кенбеппіз, қызыл аяқ партизандар қырда масақ тергенбіз, қалтамызды қағып алып қан майданға бергенбіз өлеңдері. Сондықтан мынау көбінесе мына баланың жас кезінде көрген нәрсесі, көрген оқиғалары олар еш уақытта ұмытылмайды. Солардың бәрі ертең ол үлкен ақын болған кезде, жазушы болған кезде шығармашылығында көрініс табады. Амангелді Кеншіліұлы, сұхбатыңызға рахмет, керемет сұхбат болды. Мен өзіме керек ақпарат аламын. Саған да рахмет бауырым. Өркенің өссін, өзіңнің сондай үлкен талантты жігіт болып, Мұқағали сияқты еліміздің мақтанышына айналуыңа тілектеспін. Қазақ поэзиясының хан тәңірі Мұқағали Мақатаев өз күнделігінде: менің қымбатты достарым, егер сендер менің шығармаларымды және өлеңдерімді зерттемек болсаңдар, онда мені өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңды сұраймын. Менің өлеңім жеке ештеңе құрамайды. Ақиқ ақынның бүкіл менің жазғаным бір поэма деуі, әлеуметтік ортақ айтары бар ақынның ширыққан үні. Ақиқ ақынның айтуынша, мені адамның сыртқы келбеті емес, ішкі жан дүниесі және психологиясы мінез құлқы қызықтырады. Бұл жерде көптеген кітаптар бар, және Мұқағали қорынан да кітаптар бар. Және қазіргі ұрпақтар Мұқағалидың кітаптарын, яғни мұраларын, поэзияларын, поэмаларын құрметпен бағалауда. Нөсерлі жыр, төгілген сыр, найзағайдай күркіреген дауыс. Мұның бәрі Мұқағали Мақатаевтікі. Қазақ поэзиясына көктен түскендей жарқ етіп, жай отындай жан жағын жайратып салған қайталанбас құбылыс. Дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың.